Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Алдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ұбт география 10 сынып бойынша жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл дүниежүзі елдерін экономикалық дамуы бойынша жіктеу. Осының ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз дамыған елдердің жалпы сипаты және дамыған елдердің шаруашылық ерекшеліктері, дамыған елдердің топтары, жоғары дамыған елдер, Батыс Еуропаның шағын капиталистік елдері, қоныс аударған капитализм елдері және Азиядағы жаңа индустриалдық елдер. Кеттік. Бірінші, дамыған елдер. Дамыған елдер дегеніміз бұл әлемдік нарық пен халықаралық еңбек бөлінісінде жетекші рөл атқарады. Және де әлем бойынша экономикасы дамыған елдер қатарына 40 ел кіреді. Олардың 35-і әлемдік тауар өндірісі мен қызметтің 60% тиесілі соларға. Және де бұлардың көп бөлігі экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше. Мына жерде, мына картада бізде әлемнің дамыған елдері көрсетілген. Қазіргі кезде дамыған елдер экономикасының басты қозғаушы күші бұл ғылыми техникалық прогресс. Яғни жаңадан ғылыми тұрғыдан инновациялық технологияларды ойлап тауып, бұлардың экономикасы қазіргі таңда өте қатты дамып жатыр. Көптеген дамыған елдерде арнайы ғылым қалалары, технополистер бар. Мысалға ақшты алып қарасақ, ақштың Кремний аңғары бұл аймақта әлемнің өте үлкен инновациялық технологиялық компаниялары орналасқан. Және де осы аймақта өте көптеген технополистер бар. Сол себептен осыны Калифорния штатының, тек бір ғана Калифорния штатының жалпы ішкі өнімі әлемдегі мықты дамыған елдерден де жоғары. Ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарға бөлінетін қаржының 90% дамыған елдерге тиесілі. Яғни бұл елдер осы ғылым мен конструкторлық жұмыстарға, яғни әртүрлі зерттеу жұмыстарына өте көп ақша жұмсайды. Сол себептен бұлардың ғылымы мен техникасы, жалпы адамдары өте жоғары деңгейде дамыған. Ғылыми техникалық ілгерілеудің басты көрсеткіштерінің бірі бұл ғылымға негізделген өндірістің дамуы. Қазіргі кезде осындай өндіріс ақш, Жапония және Германияда шоғырланған. Бұл елдерде ғылымға негізделген өндіріс жалпы ішкі өнімнің 30-40%-на дейін жетеді. Мысалға, мына жерде ақшта алып қарасаң, ақштың көптеген компаниялары осындай ғылымға негізделген өндіріспен айналысады. Яғни сіздер күнделікті компьютерде қолданылатын Windows және де сол компьютерді шығаратын компаниялар, ғарыштық компаниялар, сіздердің қолдарыңыздағы айфондар, тағы да басқаның барлығы осы ақшта жасалып шығарылады. Және де осыларды өндіру бұлардың жалпы ішкі өнімінің 30-40%-ын құрайды. Экономикалық дамудың алғы шарттары, яғни критерийлері. Қандай нәрселер болса, экономика дамиды. Бірінші, ұзақ уақыт тәуелсіз дамуы. Яғни мемлекет ұзақ уақыт бойы ешқандай мемлекетке тәуелді болмау керек, немесе ешқандай елдің отары болмау керек. Екінші, қоғамда демократиялық принциптердің тұрақты қалыптасуы. Яғни адамдар өзінің идеяларын, жоғары мақсатта экономикалық идеяларын емін еркін орындай алуы керек. Сосын жетілген заңдардың болуы және сол заңдардың тұрақты түрде жұмыс жасауы. Сол кезде де елдің экономикасы жақсы дамиды. Сосын экономиканың нарықтық жолмен дамуы. Яғни нарықтық жолмен әділ бәсекелестік, бағалардың еркінділігі және монополияның болмауы. Сосын қызмет көрсету саласының басымдылығы. Кейін әлеуметтік базаның жоғары деңгейде сапалы дамуы.
экономикалық және әлеуметтік дамуды қамтамасыз ететін саяси жүйе. Міне осылардың барлығы елде болса, және де олардың барлығы тұрақты жұмыс жасаса, мемлекет дамыған елдердің қатарына кіреді. Экономикалық өрлеуге қазіргі заманғы білім беру жүйесі де ықпалын тигізеді. Мысалға, Жапонияда алдыңғы қатарлы технологиялармен айналысатын 450 университет бар. Яғни бұлар тек технологиямен айналысатын 450 университет бар. Бұларда мыңдаған университет бар Жапонияда. Және де дамыған елдер үшін кәсіби мамандар өте қажет. Сол себептен дамушы елдердегі талантты адамдар және де кәсіби мамандар көбінесе осы дамыған елдерге көшіп кетіп жатады. Және де осы аймақтарға өте ақылды адамдардың ағылуы тән. Мысалға ақш, ақшты алып қарасақ, ақш бұл өте көптеген дүние жүзінің әр түкпірінен жиналған ақылды адамдар құрастырған мемлекет. Олардың экономикасында, саясатында, көптеген бөліктерін, компанияларында сол жан-жақтан келген ақылды адамдар құрастырған. Дамыған елдер халықаралық саудада айқын басымдылыққа ие болады. Бұлардың компаниялары әлем бойынша өте жоғары деңгейде сауда-саттық жасайды. Және де дамыған елдерде қаржының ғаламдық ағындары тоғысады. Осының нәтижесінде әлемдік экономикаға ықпал ететін ірі қаржы орталықтары Лондон, Нью-Йорк, Чикаго, Токио сияқты ірі қаржы орталықтары қалыптасқан. Сосын, әлемдегі ең ірі 20 компанияның 13-і дамыған елдерге тиесілі. Яғни сіздер ойлап қалмаңыздар, мына жерде әлем бойынша тек 20 ғана ірі компания бар екен деп. Әлем бойынша мыңдаған ірі компания бар. Солардың 500-і ең үлкен корпорацияларға кіреді. Мына жерде тек статистика үшін сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп тұр. Яғни әлемдегі ірі 20 компанияның 13-і дамыған елдерде деп. Халықаралық нарықтағы несиелік қаржының 90% дамыған елдердің өз ішінде айналымға түседі. Яғни бұлар шығын жасайды, бірақ сол шығын ақшалары қайтадан өздерінің мемлекетіне қайтып келіп, өз елінде айналымға түседі. Дамыған елдердің топтары, қазір сіздермен сол топтарды қарастырамыз. Дамыған елдерде әлемдік жиынтық өнімнің 4-тен 3 бөлігі өндіріледі. Мысалға, дамыған елдерде жылына 50 миллион дана автокөлік шығарылады әлем бойынша. Дамыған елдердің топтары бізде бірінші жоғары дамыған елдер, сосын батыс Еуропаның шағын капиталистік елдері және қоныс аударған капитализм елдері, сосын Азиядағы жаңа индустриялық елдер деп бөлінеді. Бірінші жоғары дамыған елдер немесе үлкен жетілік деп аталады бұлар. G7 деп аталады бұлай. Бұл G7-ге бізде ақш, Канада, Германия, Ұлыбритания, Франция, Италия, Жапония кіреді. Бұлар, яғни әлемнің локомотиві деп аталады. Осы 7 мемлекет. Бұлар бүкіл әлемдегі мемлекеттердің көшбасшысы. Бұл елдерде әлемдегі ең үлкен 500 корпорацияның 400-і осы елдерде орналасқан, және де әлемдік сауданың 90% осы 7 мемлекетке тиесілі әлем бойынша. Сондықтан бұлар жоғары дамыған елдер қатарына кіреді. ақш жалпы ішкі өнім көлемінен Қытайдан кейінгі екінші орын алады. Бірақ ақштың 2017 жылғы жалпы ішкі өнім құрылымы бойынша мынандай пайыздарға бөлінеді. Қызмет көрсету 80%. Қызмет көрсету дегеніміз бұл, яғни қаржы саласы, банк, финансовый услуги, сосын туризм бар, қонақ үй саласы, медицина, тағы да басқа көптеген қызмет көрсетулер бойынша жалпы ішкі өнімі 2017 жылы ақшта 80%-ды құраған. Сосын ақштың жалпы ішкі өнімінде өнеркәсіп 19,1%-ды құрайды. Ауыл шаруашылығы бар болғаны 0,9%-ды құрайды.
Және де әлемдегі ең ірі Нью-Йорк биржасының 2017 жылғы айналымы 21 триллион долларды құраған. Бұның барлығы ақш-тың нағыз постиндустриялық ел екендігін дәлелдейді. Жоғары дамыған елдерде ірі қаржы орталықтары орналасқан, яғни мына жерде Нью-Йорк, Токио, Лондон, Торонто, Франкфурт, Милан сияқты әлемнің ірі қаржы орталықтары орналасқан. Жоғары дамыған елдер халықаралық туризм орталықтары болып саналады. Мысалға, 2017 жылғы шетелдік туристерді қабылдау жөнінен Францияға 86,9 миллион адам турист келген, ақш-қа 76,9 миллион адам, және Италияға 58,2 миллион адам турист келіп кеткен осы елдерге. Сосын, енді Батыс Еуропаның шағын капиталистік мемлекеттері, яғни Португалия, Ирландия, Швейцария, Бельгия сияқты елдерді қарастырамыз. Бұл елдер экономикасы жетекші елдер сияқты ауқымды емес, соған қарамастан олар әлемдік экономикада елеулі орын алады. Бұл елдерде теңіз тасымалы, электротехника, станок, сағат өндірісі, целлюлоза, қағаз, машина жасау, гүл өсіру, металлургия өнеркәсібі жоғары деңгейде дамыған. Бірінші, бізде Швейцария. Кішігірім Швейцарияда банк секторы жалпы ішкі өнімде 9%-ды құрайды үлесі. Және де осы Швейцарияда Цюрих қаласы аса ірі қаржы орталығы орналасқан. Швейцарияда 400-ден астам жекеменшік банк тіркелген. Және де елде 4000-нан астам қаржы мекемелері жұмыс жасайды, яғни кішігірім Швейцарияда. Швейцария, сіздер білесіздер, әлемге өзінің сағаттары арқылы танымал. Rolex, Tissot, Omega тағы да басқа көптеген мықты сағаттарды жасап шығарады. Және де өзінің ірімшіктері, шоколадтарымен әлемге танымал мемлекет. Және де бұл елдерге әлемнің көптеген осы бай ауқатты адамдары осы елдің банктерінде өздерінің қаржыларын сақтайды. Нидерланд бұл гүл өсірушілері, гүл өсіру бойынша әлемдік гүл нарығының 50%-дан астам жаулап алған. Яғни бұл ел, сіздер білесіздер, осы раушан гүлін, тағы да басқа нәжде қызғалдақтар өсіруден әлемде бірінші орында. Және де Нидерландыда жылыжайлар ауданы 15.000 гектарды құрайды. Жылыжай дегеніміз мынандай теплицалар. Бұлардың ішінде әртүрлі көкөністер, гүлдер, тағы да басқалар өсіріледі. Және де осы жылыжайлар ауданы бойынша Нидерланд әлемде бірінші орында алады. Сосын, бұл шағын елдер әлемдік саясатта да өте жоғары орынды иеленеді. Осы әлемдік геосаясатта да. Мысалға, бұл елдерде әлемдік ең үлкен ұйымдардың штаб пәтерлері орналасқан. Мысалға, Брюссель қаласында, Бельгияда НАТО мен Еуроодақтың штаб пәтері, ал Австрияның Вена қаласында АЭХ және ОПЕК мемлекеттерінің штаб пәтері орналасқан. ОПЕК бұл мұнай экспорттаушы елдердің ұйымы. Сосын, Швейцарияда Біріккен ұлттар ұйымына енетін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, халықаралық еңбек ұйымы және дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның және халықаралық пошта одағының штаб пәтерлері орналасқан осы елдерде. Қоныс аударған капитализм елдері. Бұл елдер, бұл қандай елдер десеңіздер, капиталистік қатынастардың дайын үлгісінің бұрын капитализм болмаған елдерге енгізілуін айтады. Бұндай елдерге біз Австралия одағы, Израиль, Жаңа Зеландия және Оңтүстік Африка Республикасын жатқызамыз. Бұл елдер бұрын отар болмай тұрып Англияға капитализм болмаған, кейіннен осы ағылшындар келіп отарлағаннан кейін бұл елдерде капитализм пайда болып жоғары дамыған елдердің қатарына қосылды.
Сондықтан бұл елдер қоныс аударған капитализм елдері деп аталады. Яғни капитализм осы елдерге көшіп келген. Сосын Азиядағы жаңа индустриалдық елдер. Бұларға біз Корея Республикасын, яғни Оңтүстік Корея Республикасын. Сосын Сингапур, Сянган және Тайваньды жатқызамыз. Корея мен Сингапурда әлем халқының 0,75% тұрғанымен, олар әлемдік жалпы ішкі өнім көлемінің 2%-дан астамын береді. Мысалға, Ресейде үлкен болса да әлемде, бұлардың жалпы ішкі өнімі әлем бойынша 1%-ға да жетпейді. Оңтүстік Кореяда жалпы ішкі өнім құрылымында өнеркәсіп үлесі 39,3%. Яғни басым болар. Бұл елдерде осы Оңтүстік Кореяда өнеркәсіп өте басым. Сосын бұл ел әсіресе, сіздер білесіздер, Оңтүстік Кореяны бұл әлемге атақты брендтер Samsung, Hyundai, тағы да басқа көптеген брендтерді берген. Бұл ел әсіресе кеме өндірісіне жетекші ел. Әлемдік кеме өндірісінің 45%-ы осы Оңтүстік Кореяға тиесілі. Бұлар әлем бойынша кемелердің 45%-ын жасап шығарады, осы Samsung компаниясы. Сосын Қытайдың қақпасы болатын Сянганда, Сянган дегеніміз бұл Гонконг қаласы, яғни Гонконг қаласының басқаша атауы Сянган. Осы Сянган қаласында қызмет көрсету саласы жалпы ішкі өнімнің 92,3%-на ие. Яғни бұл ел қаржы орталығы болып есептелінеді. Гонконг бұл жерде әлемдік қаржы орталығы орналасқан. Осы Сянганда 1391 жылы құрылған, қазіргі әлемдік қаржы айналымы бойынша 6-шы орын алатын Гонконг қор биржасы орналасқан осы аймақта. Қызмет көрсету бойынша бұл осы аймақ Сянган әлемде жетекші орында, осы туризм, қаржы саласы, медицина, тағы да басқа салалар бойынша бұл әлемде жетекші орындарды иеленеді. Және де әуе тасымалы бойынша да жетекші орындарды иеленеді. Жалпы алғанда, осы жоғарыда атап өткен дамыған елдерде жер шары халқының бар жоғы 17% ғана тұрады. Соған қарамастан, бұл елдер барлық сала бойынша әлемде жетекші орынды иеленеді. Яғни бұл елдер бүкіл саласы бойынша дамыған, өте жоғары деңгейде дамыған. Не осындай дамыған елдер. Не осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше қош, сау болыңыздар.